Hello students, сәлем оқушылар. Бүгін біздер екінші класстарға арналған номер 2 бұжығы тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл 3-ші тоқсан жалпы жиынтық бағалау. Task 1. Listen to the sentences, choose the correct opinion and put tick in the right box. Сөйлемдерді оқып, және соған қатысты суретке біздер галочканы қоямыз. We can see the flag on Independence Day. Біздер тәуелсіздік мерекесіне қарсы флагты көреміз. Ол болады біздегі сурет. There are many presents on New Year's Day. Жаңа жылда көптеген сыйлықтар болады. Ол B сурет. There are many flowers on Наурыз. Наурыз мерекесінде көптеген гүлдер болады. Ол C сурет. Яғни бірінші жауабында E, екінші жауабында E, және үшінші жауабында C жауабы дұрыс болды. Келесі. Task 2. Fill in the gap with what to make instructions. Біздер мынау жоғарыда сөздерді төменгі дұрыс орнына қоямыз. Біріншісі болады visit friends. Достарға бару. Ал екіншісі cook, бауырсақ, and the shawarma, and the tea. Cook сөзін алып тастадық. Қарай. Cook дегеніміз дайындау. Пісіру, бауырсақ пісіру, және бешбармақ және шайды айтады. Ал visit friends достарға бару. Келесі. Wear болады, кию. Үшінші суретте wear. Әдемі, национальный киімдерді кию. Ұлттық киімдер кию. Және make gifts, сыйлықтау жасау. Don't be late. Кешікпе. Ал мұндағы барлығы өздерінің суреттері алдарында тұр. Біріншісі болды біздегі visit friends, екіншісі cook бауырсақ, үшіншісі wear beautiful national clothes, make gifts және don't be late. Don't be late, кешікпе, немсіз. Біздер номер 2 тапсырмалар, бұжығы тапсырмаларды орындап болдық. Егер видеоны ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Task 1. Look at the pictures, describe them, tell what you can see on the pictures. Бұл жерде екі суреттен бірін таңдап алып, оларды біздер жазуымыз керекпіз. This is math lesson. There are some students in the math class. The teacher is explaining a new thing for them. Бұл математика сабағы. Онда бірінші оқушылар математика класында отыр. Ал мұғалім болса оларға жаңа тақырыпты түсіндіріп жатыр. Келесі тапсырма. Task 2. Read and circle. Оқып белгілейміз. Circle head in the red. Басты біздер қызылға шеңбермен белгілейміз. Hands is blue. Lake in yellow. Аяқты сары. Келесі тапсырма. Girl is brushing her teeth. Қыз өзінің тісін тазалап жатыр. Бұл болады
Үшінші сурет. The girl is writing with a pencil. Қыз карандашпен жазып жатыр. Бірінші сурет. A boy is reading a book. Бала кітап оқып жатыр. Балада екінші сурет. Сонымен біздер бірінші және екінші тапсырмаларды орындап болдық. Және бұл видеода екінші бұл жерде тапсырмаларды түсіндірмесі жауаптармен бірге бар. Видеоны бастамас бұрын каналға лайк басып тіркеліп кетеміз.